Жүректің өткізгіш жүйесі келесі құрамдастардан тұрады. Синоатриалды түйін оң жақ жүрекшеде орналасқан жоғарғы қуыс венаның кіреберісінде. Бұл жүректің табиғи ырғақ жүргізушісі. Ол жүрек соғысын бастайды және жүрек соғу жиілігін анықтайды. Синоатриалды түйіннен шыққан электр импульстері екі жүрекшеге де тарылып, олардың жиырылуын қоздырады. Атриовентрикулярлы түйін оң жақ жүрекшенің екінші жағында орналасқан үш жармалы қақпақшаның жанында. Атриовентрикулярлы түйін қарыншаларға өтетін электрлік қақпа қызметін атқарады. Ол электр импульстерінің қарыншаларға өтуін кідіртіп ұстап тұрады. Бұл кідіріс жүрекшелердің барлық қанды итеріп шығаруына мүмкіндік береді, қарыншалар жиырылмас бұрын. Атриовентрикулярлы түйін синоатриалды түйіннен келген сигналдарды қабылдап, оларды атриовентрикулярлы жолға, атриовентрикуляр немесе басқа атауы гис шоғырына өткізеді. Содан соң бұл шоқ оң және сол тармақтарға бөлініп, импульстерді жүректің ұшына жеткізеді. Кейін сигналдар жоғары қарай бұрылып, Пуркини талшықтарына беріледі де, қарыншалар миокардына таралады. Жүректің электрлік белсенділігі электрокардиограмма түрінде жазылуы мүмкін. Қысқаша ЭКГ. Электрокардиограмма бұл түйіндер мен бұлшықет жасушалары туғызатын барлық әрекет потенциалдарының жиынтық жазбасы. Электрокардиограммадағы әрбір толқын немесе сегмент жүректің электрлік цикліндегі белгілі бір оқиғаға сәйкес келеді. Жүрекшелер қанмен толғанда синоатриалды түйін белсеніп, электр сигналдары жүрекше жасушаларына таралып, оларды деполяризациялайды. Бұл электрокардиограммадағы пи толқыны ретінде көрсетіледі. Жүрекше жиырылуы немесе жүрекше систоласы пи толқыны басталғаннан шамамен 100 миллисекундтан кейін басталады. PG сегменті деполяризация толқынынан атриовентрикулярлы түйін арқылы өту уақыты. GRS комплексі қарыншалардың деполяризациясын білдіреді. G толқыны қарынша аралық перденің деполяризациясына сәйкес келеді. R толқыны қарыншалардың негізгі массасының деполяризациясына сәйкес келеді. S толқыны жүрек түбіндегі қарыншалардың деполяризациясының соңғы фазасын білдіреді. Жүрекшелердің реполяризациясы да осы уақытта жүреді, бірақ оның сигналы үлкен GRS комплексімен жабылып қалады. ST сегменті миокард әрекет потенциалының платосын көрсетеді. Бұл қарыншалар жиырылып, қанды айдайтын уақыт. Т толқыны қарыншалардың реполяризациясын, яғни олардың босаңсуын білдіреді. Бұл цикл жүрек әр соққан сайын қайталанады.